Мақаш правитель білесің ғой, қандай ерлік жасаған, айтып жіберші қысқаша. Мағаш правитель көзімізбен көрген жоқпыз, анығын Алла біледі. Бірақ енді естуіміз Дағыстан алфавитін жасаған дейді. Дагестан бар ғой қазір, Дағыстан дейміз ғой. Соның әліппесін жасаған дейді Дағыстан. Соның құрметіне Мағашқала деп астанасының атын берген дейді. Енді оны Алла біледі енді. Естігенбіз, біздің тарихтың бәрі сол сөзбен естіп келеді ғой. Сондай сөйткен адам дейді. Сосын бір әңгімесінде 9 бір тентекті қамаған Шеркеш бұйрық беріп. Шеркеш правитель әкім сол жерде елді билеп отқан адам ғой. Содан жаңағыдай Жантұрған деген би атамыз келіп 9 тентекке араша сұрап келіпті, босат деп. Мақаш правительдің алдына келген басын дейіп, ана 9 тентекті босат, қамауды тұтқан. Ол жасама, ол қазақтың баласы керек деп. Жоқ, айтқан жасамаймын, босамайды депті. Қонағасын беріп, несі жатады, бір кезде таңнан намаздан тұрып дәрет алайын деп шықса, шал жүр дейді, ағаш үйге қамап қойған ғой. Ол жерде ағаш үй ғой, мында үй жоқ. Жаңа қамауды тұтқан 9 тентектің үйін айналып жүр дейді, ұйықтамай. Ай шал, сені 9 тентектің желімі ұқтатпай жүрген депті ғой. Жоқ, мен ұқтатпай тұрған бұл 9 тентектің желі емес, 9 тентектің белі ғой депті ғой. Белінде кетіп барды, ұрпақ депті ғой. Ұрпақта айтып тұр ғой белі. Жақсы ұрпақта кетеді бұл 9 тентектің беліне ертең. Елге қызмет жасайтын деп. Сонда сөзбен жеңіліп Мағаш правитель 9-ында босатып жіберіпті. Атасы сөзді өлген қазақ қой, сөзге тоқтағанбыз бір ауыз сөзге. Сол кезде сөзден жеңіліп 9-ында шығарған, одан Жақанша, Халел, мына Маралы Мыңбаев сияқты мықтылар шыққан ұрпақтар. 9 тентегінен 9 белінен 9 аршы шыққан қазақ қызмет жасаған балалар ұрпақтар. Өзінен дәметпесін де белінен дәметем дейтін бар қазақта. Өзі болмаса беліне кетіп қалады, белінен өзінің ұрпағынан 3-ші ұрпағынан 4-ші ұрпағынан біреу шығады дейді ғой туға. Шынымен де солай болады. Осындай мықты жігіттермен жүрміз біздер. Өзіміз оны байқамай жүрміз. Алла разы болсын. Алтеке, бұл кісінің оқиғасы жетеді. Сізбен әлде де бөлісем болашақта.